Бүгін Батыс Қазақстан облысы әкімдігі жанындағы үкіметтік емес ұйымдармен ынтымақтастық және өзара іс-қимыл жөніндегі облыстық кеңестің кезекті отырысы өтті. Облыс әкімінің орынбасары Серік Сүлейменнің төрағалығымен өткен жиынға кеңес мүшелері мен мемлекеттік органдар қызметкерлері қатысты. Негізгі мақсат екі мақсаттар. Біреу жаңағы үкіметтік емес ұйымдарды қолдау, екінші үкіметтік емес ұйымдар арқылы мысалға мемлекеттің қолы жетпей жатқан біздің қолымыз жеткен өзекті мәселелерді көтеріп, соның шешу жолдарын тауып, мына елбасының саясатына байланысты, еліміздегі стратегиялық бағыттарға байланысты жұмыстар атқару. Енді біз жылдан жылға жаңа қаржыландыру мәселесін шешіп келе жатыр. Бүгінгі таңда Батыс Қазақстан облысында 400-ден аса үкіметтік емес ұйым тіркелген. Оның 76-сы аудандарда қызмет істейді. Қоғамдық белсенділік танытып жүрген 100-ден астамы мемлекеттік органдармен ынтымақтастықта 13 бағытта жұмыс істеп жатқан ұйымдар. Үкіметтік емес ұйымдарды мемлекеттік қолдау шеңберінде жыл сайын өткізілетін конкурс бойынша лоттардың тақырыптары елбасы жолдауындағы міндеттер мен тапсырмаларға негізделіп, қоғамдық саяси ахуалға және әлеуметтік салаға байланысты қалыптастырылады, деді басқосуда баяндама жасаған облыстық ішкі саясат басқармасының бастығы Марат Тоғжан. 2012 жылы басқарманың стратегиялық жоспарына сәйкес үкіметтік емес ұйымдардың мемлекеттік қолдау шеңберіндегі облыстық бюджетпен 22 миллион 750 мың теңге бөлініп, әлеуметтік маңызды жобалар арқылы 6 ашық конкурс өткізілді. Бұл жұмыстарға 27 үкіметтік емес ұйымдар тартылып, 33 жоба іске асырылды. Олар гендерлік саясат жүзеге асыру, демография проблемаларын шешу, әлеуметтік аз қамтылған тұрғындарды және азаматтардың конституциялық құқықтары мүдделерін қорғау, білім беру, ғылым, ақпарат және мәдениет пен өнер салаларындағы мақсаттарға қол жеткізу, тарихи мәдени мұраны қорғау, қоғамдық келісімді нығайту, жастарды патриоттыққа баулу және діни экстремизмнің алдын алу бағытындағы көптеген шаралар ұйымдастырылып, сондай-ақ кеңесте өзге де көптеген мәселелер кеңінен талқыланды.